Қазақстан компьютер ойындарында аса жиі болмаса да, біршама кездеседі екен. Қазақстан тек спорт ойындарында емес, түрлі стратегия мен шутер ойындарында болады. Сізбен бірге Пазл каналы. Бүгін компьютер ойындарындағы Қазақстанды қарастырамыз. Бәрі білетін Call of Duty ойыны тіпті 2 бөлімінде Қазақстан болады. Ол жерде Чаншанда ойналатын миссия ең қиын миссиялардың бірі болып саналады екен. Бірақ біз бүгін ең алғашқы Қазақстан жайындағы ойындарды айтамыз. Одан барып осы ойындарға келеміз. Ал ең алғашқы болып Қазақстанды 1989 жылы аркадалық автоматтарда, ал одан кейін Сегаға шыққан Strider атты ойында көре аламыз. Strider ойыны шықпай тұрып, ол алдымен мангаға, яғни жапониялық комикстерге 1988 жылы шыққан. Комикске келетін болсақ, ол жерде әлі жап-жас А дәрежесіндегі Хирю атты Strider туралы айтылады. Басты кейіпкеріміз Моңғолия елінде өзінің қарындасымен тұрады. Қарындасы қайтыс болғаннан кейін Хирю Strайдерлердің қатарынан ұзақ уақытқа шығады. Бірақ 2048 жылы оның Маттик атты бастығы оған жоғары дәрежедегі жұмыс береді. Маттиктің айтуы бойынша, қазақтар Каин атты Страйдерді тұтқынға ұстап, олардың барлық құпияларын білмекші болып отыр. Сонда Хирю Қазақ СССРіне аттанады. Қазақстан емес, Қазақ СССР. Жапондардың ойлауынша бәрі дәл осылай болу керек еді. Манганың сюжеті бойынша Қазақстан бүкіл әлемді ғылыми ашылымдар бойынша озуда. Роботтар, сиқыр, түрлі лабораториялар және тағы басқалар. Жапонияда осы манга ең танымалы мангалардың бірі болып саналады. Оның 6 томы шығып, бірден сатылып кеткен. Енді ең қызықтысы, Сегадағы ойынға тоқталайық. Мен компьютерге Сеганың эмуляторын жазып, ойынның өзін іздей бастадым. Бірақ орысшасын таба алмадым. Сөйтсем, ол тек Жапонияда, Европада және Америкада шыққан. Жапонияда ойынның сырты осындай болса, ал Америка мен Европада осындай екен. Бізде кезінде осы ойын шықпағанмен, осыған ұқсас Shadow of Ninja атты ойын болатын. Strider ойын тапқаннан кейін ойынның өзіне кірістім. Хирю басты кейіпкеріміз қазақ жеріне әділеттік орнату үшін келеді. Айналамызға қарасақ, шынына да Қазақстанға ұқсайды екен. Мешітке ұқсас ғимараттар жиі кездеседі. Жалпы ойын туралы айтатын болсам, жаман емес. Өзі 5 қиындығы орташа миссиялардан тұрады. Әр миссияның соңында басты қарсылас болады. Графикасы жақсы, кейіпкерлері жоғары сатыда салынған. Бірақ бір минус, Хирю тек қылышпен қолданады. Аяқ қолмен ұрмайды және супер соққылар жоқ. Соның өзінде ойынды жаман деп айта алмаймын. Алдында көресің, осындай нең ішінде болып, тақатыңды тік еткізгенім аузынан. Соңғы миссияда Хирю басты қарсыласпен шығады. Ол біздің елбасы, жоқ Назарбаев емес, Грандмастер Майю. Оны Хирю ұтып, бүкіл әлемді қазақтардың әділетсіздігінен құтқарады. Ойын жақсы сатылғаннан кейін оның екінші бөлімі 1990 жылы шығады. Екінші бөлімінің біріншіден айырмашылығы аса байқалмайды. Араға 21 жыл салып, Strider көрермендері Marvel мен Capcom әлемдерінің арасындағы соғыс атты ойынды көреді. Тағы 3 жылдан кейін Strider ойыны PlayStation 4-ке және компьютерге шығады. Онда Хирю тағы да қазақ жерінде болады. Бірақ мұнда ол Қазақ СССР емес, Қазақ Сити деп аталады. Шыны керек, ойын жақсы екен. Өздерін YouTube'қа Strider PS4 деп жазсаңдар көре аласыңдар. Бірақ Қазақстанды ойыннан емес кітаптардан білгендерін дұрыс болады. Ойындарға тым құмар болмаңыз. Бүгінге осы. Ал егер осы видео 500 лайк жинап жатса, онда екінші бөлімін міндетті түрде істейміз. Пазл каналына жазылып, осы қоңыршаны басуға ұмытпаңыз. Сонда біздің жаңа видеоларды ешқашан өткізіп алмайсыз.